тастап түсір. Енді маған қарсы шығатын болсаң не болады? Жаман болады. Даусың шығаршы. Жаман болады. Қазір сыныпқа мұғалім кірсе де осылай тұрасың. Отыр десе де отырмайсың. Аружан тұрғызып қойды деп айтатын болсаң, айрам. Аружан, кешірші. Мен олай жасамаймын. Өтініш. Соны басында ойлану керек едің, ақмақ. Кешірім жоқ саған. Айару, тағы кітап осы. Ол қыздар жетеді, түсінді ғой. Не болды? Саған да проблема керек па? Керек емес, бірақ сендердікі тым артық қой. Не дейсің? Қайталаш? Сендердікі тым артық деймін. Тоқта, не айтқым келіп тұр? Не істеп жатсыңдар? Мерей, неге отырсың? Отыра ғой. Қайсың мұны істеген? Мерей, отыра ғой. Апай, я Назым. Саламатсыңдар ма? Балалар, отыра беріңдер. Қалайсыңдар қыздар? Бәрі жақсы ма? Осы мектебіміздегі ең ерекше сынып өздерін бір ұл жоқ, тек қыздар оқитын сыныпсыңдар. Бірақ бүгіннен бастап сендерге жаңадан ұл бала қосылды. Ерсұлтан осы сыныпта оқитын болады. Қыздар, сыныпқа жалғыз гүл болып келіп қапты ғой. Аялап қарайық. Ерсұлтан бар, босанып отыр ғой. Жақсы, сау болыңдар. Ерсұлтан. Сау болыңдар. Апай, сізге айтатын сөзім бар еді. Айта ғой, не жағдай? Мам, түсінесің. Назым, есінен шығып кетті ма? Бүгін бізге ерте қайту керек еді ғой. Қоя тұрса, сөйлестіңіз ба? Ту, апай, кейін айта салады әңгімесін. Бүгін бізге ерте қайту керек. Кеттік. Сау болыңыз, апай. Мерей, директордың кабинеті қай жақта? Жолығу керек еді. Екінші қабат, 10 жақ бұрылыс, соңғы есік. Аха, рахмет. Кешір болғанда көзіңе қарап жүрмейсің ба, Манка? Бауырым, кешірім сұрап тұрмын ғой, артық кетпесей. Артық кетем ба, кетпейм ба, оның ізін білем. Сен новенькийсің ғой дейме? Иә, жаңадан келдім. Пока что демала тұр, кейін сөйлесеміз. Сен не бәрін апайға айтып бермекшісің ба? Сендер дұрыс емес қой. Не дұрыс емес? Қыздар, короче, былай істейміз. Ана чертті әбден масқаралап, тиктокқа салып, звезда қыламыз. Дұрыс па? Я дұрыс, өзінше өкеткенет сабасына түсік. Ару масқара қылатын қандай идея бар? Ше, білмеймін. Не істейміз? Басына 30 жұмыртқа жарайық та? Жоқ. Одан да хужысын істеу керек. А может, киімсіз қалдырамыз? Давай. Сен тағы апайларға немесе басқа біреуге айтатын болсаң, мына видеоны бүкіл жерге саламыз. Түсіндің ба? А может, айтпасаң, салмаймыз. Қыздар, кірсек? Брат, сен жақсы көретін қыз бар емес па, Мерей деген. Сонымен ана жаңадан келген бала коридорда мәз болып кетіп бара жатыр ғой. Кореш тоғып тоқтаттым да, маған қарап бұқаланып тұрып, оған мектепте кім екенін көрсетіп те. Кім кетті оны шақыруға? Әли кеткен бағана. Ана бұқа ғана.
сабақтан шықпай қойды, уақытым жоқ деп. Сабақ біткеннен соң ғана шығам дейді. О шешең жақсы боласың. Сонда бір сөзіңді өткізе алмадың ба? Енді шықпай қойды ғой. Позор, 10-шы сынып болып, қайдағы жоқ бір 9-ның баласына бір новенький біреуге сөзіңді өткізе алмай. Мен өзім бара салым керек еді. Нең іздеп жатқаным ба? Әлі де кеш емес, барып ертіп келсей. Осы жерде өтеміз. Тут жаңадан келген гүліміз краш екен, Красавчик, Алматыдан келген көрініп тұр ғой. Алматыдан келген деп кім айтты оны? Кеше Инстаграм қараған шығармыз. Уже инстасын тауып алдың ба? Иә, даже WhatsApp номерін, Telegram, ВКонтакт, YouTube каналынан тауып алдым ғой. Немене, хакерсің ба? Либо басқа айналысатын тірлігің жоқ па? Просто интересно болып кетті. Ол енді барып мерейге ғашық болып күйдірмесе болды ше. Сол ғой, кеттік. Абдасыл. Тоғызын сумка новыйдан бала келіпті, соған барып қайтайықшы. Қандай ол? Білмеймін. Новыйдан келген екен, бұқаланып жүр ғой. Қойш, жүрсе кетіп. Мерей, сен қайда тұрасың? Үйде. Білем ғой дейкім. Сол қай жерде екенін сұрайын деген бұл. Оның не қалсын? Просто мен қаланы дұрыс білмеймін да. Сол жаттап жүргем. Жақсы болған. Ерсұлтан, сен 10-шы сыныпта Абдрасыл мен Мейрамбек шақырып жатыр. Бірақ бармай қой, олар бұзық, саған тиісі мүмкін. Жалғыз гүлімізде әрі қолмайық. Ат кетіп, бір-екі ұлдар тасайсың. Не болдың? Шақырған емет дейді ол. Жүз мектептің атына балдармен танысақ. Танысқым деп тұрған жоқ. Керек болса өздерің кел алыңдар. Или сабақтың біткенін күтіңдер. Ей-ой, айным. Тұғылы өзің көп алмақ ма? Оқушылар, менің арманым тақырыбында эссе жазамыз. Жаңадан келген баланы көрдің бе? Мықты екен, е? Ана Абдрасылды қуату оңай емес. Соны айтамын, спортпен айналысатын сияқты ғой. Ерсұлтан, неге төбелесіп жүрсің? Ой. Ол өз бастады ғой. Сабақтан соң директорға кіресің. Неге? Менің түк қатысым жоқ. Сөзді көйтпе, ол да кіреді директорға. Отыр. Бүгін Назым келді ма? Жоқ, келмеді. Ауырып жатырмын деген. Жарайды, түсінікті. Позор. Позор ғой, 9-шы сыныптың баласының таяқ жеп не көрінді сендерге? Қарсыршыдан мен төбелеспедім. Аузың жапшы. Сен наңды денеңмен қалай таяқ жеп қалдың? Байқамай қалдым қоратын. Бұдан алдын менің ұдарымнан ешкім тұрмайтын деді. Мұнағын білмеймін мен. Қоя салшы. Все, сабақ біткен соң бәріміз бір жерге барамыз. Түсіндіңдер ма? Сөйт кеттік. Жақсы сау болыңдар. Ерсұлтан, менен бірге директорға жүр. Қалғандарымыз қайтамыз. Не болды? Жаңадан келген оқушының қасынан шықпай қалдысың ба? Ол өзі отырған ғой мен жаңа. Жаба аузыңды. Сол сені қорғайды деп ойлап тұрсың ба? Ол бала маған ұнап қалды. Ертеңнен бастап қасында отқанын көрсем, аяғын сындырам. Түсіндің ба? Бара бер бар. Шынымен де. Мерей, Ерсұлтан жаны шықпай қалыпты. Қош, ондай краш бола мен дене қарайды дейсің ба? Меніңше Мерейді де масқаралап, Ерсұлтанды одан алшақтатуымыз керек сияқты. Абдурасылды ұрып құлатса оңай емес екен. Жалғыз гүл дегеніміз аяққа кіретін тікен болып шықпаса болды.
Если краш емес еще мықты төбелеседі екен е. Я спортсыз ғой, конечно, мықты төбелеседі. Сен оның бәрін ықтан білесің. Кеше түнімен зерттегенсің ғой. Сен таза детектив екенсің ғой. Я енді қызық болды да. Ерсұлтан жайлап көп нәрсе білетін сияқтысың ғой. Иә, 10-шы мектепте әкесі әскери адам, анасы аспаз екен, бір ағасы екі інісі бар екен. Сен ужас. Бұның бәрін қайдан білесің? Ойнап айтасың, семестр білет дейсің ба? Ерсұлтан, бұнна жол болсын. Мектепке келген кеше уже төбелес шығарып. Апай ол өз бастады. Мен тек қорғандым. Естігім келмейді, бірінші бастайы ма, жоқ па? Неге төбелесесің? Мұрнын сындырсаң, жауап бересің ба? Кешіріңіз апай. Сен не қарап жүрсің, оқушыларды төбелестіріп қойып? Оқушыларға дұрыстап қарамайсың ба? Мен ол кезде басқа жақта едім. Болды, маған сылтау айтпаңдар. Енді осындай нәрсе естісем, сені оқудан шығарам, сен жұмыстан шығарам. Шыға беріңдер. Абдырасыл, сен қал. Қалай балам? Мұрның қатты болып қалған жоқ па? Жоқ, мына қойға ештеңе болған жоқ қой. Қалайсың Мерей? Не бол? Жауап берсе. Әлде ана шынымен новенькийді ұнатып қалдың ба? Мерей. Көрде тұр, сындырамын. Ерсұлтан деген сен ба? Осы ғой, Ерсұлтан деген. Иә, мен. Хей, біліп тұр ғой, просто бандиттер сияқты сұрап отыр. Тыныштық па жігіттер? Не болды? Тыныштық емес қой сол. Жаңадан келіп, шу шығарып жүр дейді ғой сен, ә? Түсінбедім. Қалай түсінбейсің? Түсінбейтін несі бар? Қызыма көз салып жүр екенсің. Біздің баланы ұрыпсың. Духовистің ба не? Мен ешкімге көз салып жүрген жоқ. Баланы қарап алмай тұрсаң, ол өз бастан. Чо, ответке беретін мықтысың ба не? Мен мықтымын деген жоқпын. Жүрші әтке. Қолым бос емес. Қалай сонда қолым бос емес? Бұл сөзден шаршап кеттім, ары жан қашан келеді? Соға. Қыз кеп қалады. Не болды? Бүгінге ерте қайту керек. Оны неғып маған айтқызсын? Қыз аружан өзгереді, аружан өзінен сұрайсың. Иә. Мен де қайтуым керек негіз. Қайда қайтпақшысың? Үйге. Айтшы сен назымды бере сияқты жүргің келіп жатыр ма? Жоқ. Онда болса бұл түліктен бітіресіңдер, потом қайтасыңдар ма? Ладно. Кеттік. Олармен ерегісіп ешіне істей алмайсың. Олар көп қой, бәрі жеңе алмайсың. Сонда не істеуім керек? Амалсыз көнесің, мен де көріп жүрмін ғой. Енді сен жігіттерден таяқ жемей жүрсің. Біздің сыныптағы Аружан, мен одан қорқам. Қанша қарсыласып көрсетейін десем де, шамам жетпейді. Мектеп таза буллинг екен ғой. Иә, амал жоқ. Олай жай сөзге түсінбесе, бір шара қолдану керек. Қалай? Аружаннан буллинг көріп жүрген қыздар бар ма тағы? Шаршап кеттім. Мектепке барғым келмейді. Келесі апта басқа мектепке алсам да? Ол мектепте бұндай проблема жоқ деп ойлайсың ба? Тура осындай қысым көрсететін адамдар болады ол жақтағы. Проблеманы қашып емес, шешіп құтыласың. Сонда не істемекшісің? Менде бір идея бар. Қандай?